Өкіметтік сағатты алдын ала дайындап сұрақтарды сондай спектакль қойған меніңше керек жоқ қой деп ойлаймын. Әйтпесе мен қарап отырмыз, алғашқы мен даусымды қатты көтеріп қалдым, ол үшін сіз айып етпеңіз. Өкімет мүшелері қағазға қарап, не алдын ала біле ме кімнің не сұрақ қоятын, сондықтан ондай формализмді қою керек. Біз өкімет сағатынан қоғамдағы жағдайға бір пайдамыз тисе деген біздің ойымызда жүрген көкейтесті сұрақтарымыз бар. Еркін сұрақ, еркін форматта еркін жауап болу керек қой. Осы менің айтайын деген. Менде бір 3-4 сұрағым бар. Мынау жаңағы менің 3 сұрағым: бірінші Светлана Қабекен қызына, екінші Ғали Бектайұлына, Талғат Ілиясұлына үшеуіне арналады. Бірінші мәселе мына 4-ші ауыл шаруашылығындағы еңбек ресурстарын нормалау және жоспарлау туралы айтылған параграфта, мәселен, бірінші ауыл шаруашылығы өндірушілердің паспорттары дайындалды. Бір, ауыл шаруашылығы жануарларына күтім жасау бойынша нормалар белгіленді. Негізгі дақылдарды өсіруге технологиялық карталардың жобалары жасалды дейді. Осы маған түсініксіз. Біз формализм осыдан басталады. Бұл бір. Екінші, мектеп жасындағы балаларды еңбекке баулу туралы министр жауап берсе. Біз мектеп жасындағы балаларды робот қылып тәрбиелеп жатырмыз. Нанның қадірін, киімнің қадірін, ата-ананың қадірін, көшеде қоғамның қадірін білу мәселесі жөнінен біз тәрбие жұмыстарын, жұмысқа баулу жұмыстарын мүлдем қойдық. Біз мәселен өзіміздің балалық шақты 90-шы жылға дейінгі әңгімені еске алатын болатын болсақ, еңбекпен баулыдық. Мектепті біткенде балалар әртүрлі мамандықтың иесі болып шықты. Қазір тұл жоқ, қолда смартфон, телефон, басқа ештеңе жоқ. Біз қандай қоғам тәрбиелеп? Мен айттым ғой, уақытта әлі 6 депутат бар. Сондықтан, құрметті депутаттар, 2 минут. Сұрағыңызды жазбаса түрде беруге болады ғой. Микрофон қосыңыз, Дарабаев Жигулин. Сізден ұялып отырмын да, әйтпесе даусым да жетеді. Мынау үшінші сұрақ: жұмыс орындарын ашудағы статистиканы нақтылау. Осы цифрды ауыл шаруашылығында жіберілген көп кемшіліктер бар. Сол сияқты сіздерде де статистиканы жөндеңіздерші. Соңғы үшінші, мынау жоғары оқу орындарындағы кейбір мамандық дайындайтын факультеттерді ауылдық колледждерге ауыстыруға бола ма? Талғат Ілиясұлы. Мәселен, бізде жоғары оқу орындарында Алматыдағы университет айтайық, агротехника, агроуниверситетін. Ол жерде 12 миллион мыңдай оқиды студент. Соның бір 2 факультетін, мәселен, Тұрар Рысқұлов ауданында, Құлан ауылындағы техникумға ауыстыруға бола ма? Ол жерде мүмкіншілік бар. Жатақхана да бар, 2000 адамды оқытуға қабылдауға мүмкіншілігі бар. Осындай тек қана бүт Қазақстан зерделеп, кішкене қалаларды разгрузка жасау керек. Оларға жататын жер керек, тірлік керек деген транспорт көп қой мәселе. Осының бәрін үлкен қалаларды разгрузка жасап, ауылдарды қолдауға мүмкіншілік болады. Осыны бір ойланыңыздаршы. Осыған қандай жауап бересіздер? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет, Жигулин Молдағалыұлы. Жаңағы нормалау туралы сіздер өзіңіз сұрақ қойдыңыз. Негізі мен айтып кеткенде 3 математик модель. Ол модельдің ішінде бірнеше факторлары бар. Және де мен тек қана үстіңгі жағын ғана айттым ғой. Ол ауа райы болсын, топырақтың сапасы, санасы болсын деп. Ал оның ішінде 80 факторлары белгіленген негізі. Сондықтан мен сізді біздің министрлікке шақырып, міне Ана Сахатұлы өзі бізде болды, біз сізге көрсеттік. Жаңағы жұмыстың нәтижесін біз Родина, Зенченко, ТО Зерен, Ақмола облысына бәріне жібердік. Негізі ғылыми сараптама жағынан өткізіп, сол енді практикада қалай жүреді екен деп сол нәтижесін күтіп отырмыз. Және де статистика туралы сіз үшінші сұрағыңызды қойдыңыз. Қашан статистика дұрыс болады деп мен сізге айттым. Қазіргі уақытта біз статистиканы түзеттік. Негізі егер тек қана жарналар аударымдар болса, бірыңғай зейнетақы қорына
біздің әлеуметтік сақтандыру қорына немесе медициналық сақтандыру қорларына жіберген жалақысынан ұсталынып жіберілген жарналар болса, тек қана сонда біз оны есептейміз, тұрады, жұмыс істейді, нақты жұмысы деп. Сондықтан статистика өзгерістер енгіздік. Рахмет, Ғани Бектайұлы, сізге микрофон қосыңыз. Рахмет, Жигули Молдағалиұлы. Кешірім өтінемін. Жалпы көтеріліп отқан мәселе арасында бар екені белгілі, оны енді жасырудың да қажет жоқ. Дей тұрғанменен қазір білім мекемелерінде арнайы біртұтас тәрбие бағдарламасы қабылданып, осының шеңберінде үлкен қазір жұмыстар басталып кетті. Тіпті тек қана мектептегі тәрбие жұмысы ғана емес, осы жұмысқа ата-аналарды тарту бағытында әр мектепте ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтары да ашылып жатыр. Яғни, егер қызықты болатын болса, арнайы осы бағдарламамен таныстыру бағытында сізге хабарлама немесе презентациясын жіберуге болады деп ойлаймын, егер қызық болатын болса. Жоғары білім өкілінің микрофон қосыңыз. Жаңа көтерілген мәселе, мынау ауыл шаруашылығындағы кейбір мамандықтарды жоғарғы білімнен орта білім деңгейіне түсіріп, сонда дайындасақ деген ұсыныс. Бұл мәселе былтырдан бері қарата оқу ағарту министрлігімен бірлесе отырып қарастырылып жатыр. Қазіргі таңда біздің мынау жоғарғы оқу бағдарламалары академиялық еркіндіктің тұсында мынау колледждармен, колледждардың ішінде әсіресе жоғарғы колледждармен бірігіп жұмыс жасауға дайынбыз. Бұл жұмыс болмақты болады. Екіншіден, ол жұмыс бүгінгі таңда атқарылып жатыр. Біз осы 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап жоғарғы колледждардағы оқу бағдарламаларын жоғарғы мектептің оқу бағдарламаларымен ұштастыратын боламыз. Нақтылы мамандықтар бойынша сіздермен тағы да оны ақылдасуға дайынбыз.